Баршаңызға сәлем, сіздермен Алмас Айтымов. Бүгінгі видео терезелердің исполнительный схемасы жайлы айтылатын болады, немесе горизонтальный вертикальный створларын қалай есептеп, осындай әдемі исполнительный схема жасап шығарамыз, сол жайлы айтылатын болады. Ең бірінші бастайтынымыз ол біз керек проектімізді ашып аламыз, содан керек өзіміздің фасадымызды таңдаймыз. Терезелер көрсетілген фасадты таңдап белгілеп аламын. Керек фасадымызды тауып белгілеп алғаннан кейін оның базовый точкасын 1 және отметка 0 жерінен копировать с базовой точкой деп аламыз. Солардың қиылысынан. Жаңа чертеж ашамын. Артық осьтарды кетіріп тастаймын, өзімнің керек блоктың осьін ғана қалдырамын. Мына жерде бірінші осьті тауып алып, бірінші оське соны вставить етемін. Вставить еткеннен кейін масштабировать 0,001 и мына осьті алып тастай берсек болады. Бізде бұл чертеж Y бойынша есептелетін болады, так что бұл жерде X-ның орнына отметка 0 жазатын болады. Біздің чертежіміз координатқа келді. Міне менде мынандай съемка бар. Бұл съемкадан жаңағы точкалардың координаттарын алып алатын боламын, терезелерінің. Экстра тулспен чертежда точкаларын блок ретінде берілген, так что блоктардың координаттарын алатын боламын. Экстра тулспен координаттарын көшіремін Excel'ге. Excel'ге салып алып, стандартный процедура столбцаларға бөлемін. Бөлгеннен кейін координаттарды бір-біріне сцепить етіп аламын. Y, одан кейін отметка кететін болады. Бірінші Y координатасы, потом отметка кететін болады. Үшінші координата керек емес, X бізге. Осы точкаларды көшіріп алып, жаңағы дайындаған чертежға саламын. Ол салмастан бұрын екі слой ашып аламын. Точки. Фиолетовый цвет. Точки горизонтальные. Мына жерге вертикальный деп атын өзгертіп жіберейін. Екі слойдың цветін екі түрлі қылу керек. Енді жаңағы точкаларымды мында ставить етемін. Міне мына жерде мынандай жағдай болып тұр. Менің точкаларым чертеждің оң жағына кеткен болатын. И біз жаңағы базовый точкамыз қай нүктеде болды. Содан зеркальное отражение жасап жерсем, сонда мына біздің фасадқа дәл түсетін болады. Отразить зеркально. Точка. Мына жерде орто режимін қосып обязательно вертикально сызу керек. Удалить исходный объект. Да. Мұнда біздің точкаларымыздың бәрі мына жаққа өзіміздің керекті фасадымызға түсті. Мына жерде менде екі точкам бар, вертикально түсірілген және де горизонтально түсірілген. То есть вертикальный створды анықтауға бөлек точка түсірдім, горизонтальный створды анықтауға бөлек точка түсірдім. Енді оларды да екеуін между собой слойларға бөліп алғаным жөн. Точкаларымды слойларға бөліп алдым, және де тағы қосымша екі слой аштым, горизонтальный, вертикальный линия деген. Енді осы жаңа ашылған слойларға сол линияларды сызатын болам. Рисование мен прямая. Мына жерде бізде проектная отметка перемычка бар. Содан мен 9 сантиметр төмен алып
съемка жасаған болатынмын, соны 9 см түсіретін боламын. И осылай жоғары қарай копировать массив 15 этаж. И расстояниясы 3:3 болған болатын. Осылай сызып аламын. Сызып алғанда жоғары жағын бір тексеріп жіберейін. мына жерде 91 дейді. Дұрыс алынбай қалды, так что 91 нормально. Бұл горизонтальный линия, вертикальный линияға слойына ауысып, тоже осылай линиялар сызатын боламын. Енді бұл астыңғы этаждыкін екінші этажды как базовый ретінде алсам, осылай екінші этаждың точкасына сыза беретін боламын. Привязка узел. Рисование прямой. Бұл жерде обязательно орта режимі қосылып, сол орта арқылы сызу керек. Өстіп сызып шығамын. Біраз уақыттарыңыз кетеді, но результат үшін істеуге болады. Дайын біздің линияларымыз. Енді бұл линияларымызды қысқартып алуымыз керек. Міндетті түрде бұл қысқармаса біз горизонтальный вертикальный отклонениені есептей алмаймыз. Прямоугольник сызып алдым, обрезатьпен артық линияларды алып тастаймын. Енді келесі экстра тулсқа көшіп, отклоненияларын есептейміз. Мына жерде рассчитать отклонение автоматически дейді. Мына жерде керек настройкаларын қойып аламын. Так. Мына жерде екі жерге де галочка қоя берсе болады. Перпендикулярный отклонение дегенге галочка қоямын. Қалғандарына көп тиіспей қойса да болады. Мына жерде слой таңдаймыз. Енді біз қазір бірінші вертикал таңдайтын болсақ, вертикальный точки слойын таңдап жасай берсе болады. Вертикал. Енді бірінші линияны таңдаймын, проектный. Бүкіл линияларымыз таңдалды. Келесі біздің съемка жасаған точканы таңдаймын. Точкаларымыз. Міне, уже дайын шыға келді біздің отклоненияларымыз. Келесі енді дәл осылай горизонтты да есептейтін боламыз. Мына жерде слойды ауыстыра берсек болады. Горизонтальный точка деген. Немесе отклоненияға арнап жеке тағы да слой ашса болады. Уже бірінші линияны таңдаймыз. Одан кейін съемка жасалған точкамызды таңдаймыз. Бұл видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің басқа да әлеуметтік парақшаларыма жазыла отырыңыздар. Әсіресе мастерская геодезиста телеграм каналына жазылыңыздар. Онда пайдалы бағдарламалар, статьялар болады.